Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен фрикадельге қосылған киштің жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте дәмді, ерекше тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, шым-шым тұз, тоңазытқыштан алынған сап-салқын сары май қажет болады. Сары майды ұнмен араластырып үгітеміз. Жақсылап үгітіп болғаннан кейін бір жұмыртқаны қосып, араластырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз бірігіп, бір-біріне жабысуы қажет. Дайын болған қамырды пищевая пленкаға немесе целлофанға салып, бөлек алып қоямыз. Әзірге ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Фрикадельге жасау үшін маған сиырдың тартылған еті, және де ұсақтап туралған пияз, тұз және де бұрыш қажет болады. Жақсылап араластырамыз. Пиязды немесе блендердің көмегімен ұсақтап алсаңыз тіптен керемет болады. Видеода көрсетілгендей етіп шариктер жасап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеодағыдай біртіндеп жасаймыз. Қызып тұрған майға фрикаделькаларымызды салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Шамамен 7-8 минуттай уақыт кетеді. Осымен біздің фрикаделькаларымыз дайын. Бөлек ыдысқа салып қоя тұрамыз. Заливкасын дайындаймыз, яғни үстінен құятын құймасын. Ол үшін бізге дүкен қаймағы, міндетті түрде 20%-дан жоғары, 2 жұмыртқа, өзіңіздің қалауыңызша тұз қосасыз. Венчиктің немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. «24 диаметрі табама қамырды орналастырамын. Алдымен астына келтіріп аламын. Кейін жанына міндетті түрде қамырды қойып шығамын. Барлығын тегістеп жасаймыз. Осы қамырдың үстіне фрикадельки, брокколи және де қызанақты орналастырамыз. Брокколиді мен алдын ала 5-6 минуттай суға қайнатып аламын. Үстіне заливкасын құйып, қызып тұрған пешке 180 градусқа пісіріп аламыз. «20 минуттан кейін үстіне ірімшікті қойып, тағы да 10-15 минут пеште ұстаймыз. Сонда барлығы 35-40 минуттай піседі. Осымен фрикадельге қосылған киш дайын, иісі бұрқырап, өте әдемі болып пісіп шықты. Сыртындағы формасынан шешіп, кесіп дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді тағам. Достар, менің каналымда съемга балығы қосылған киштің жасалу түрі бар. Оны да қарап өтсеңіздер болады. Сондай-ақ каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын дәмді рецепттармен бөлісемін.